Ассалаумағалейкум, сәлем достар. Сіздердің студенттік өмірге алғаш қадамдарыңыз естеріңізде ме? Немесе дәл қазір сол кезеңде жүрген боласыздар. Үлкен қала, жаңа мүмкіндіктер, шексіз еркіндік. Бірақ дәл осы кезде біз ең маңызды нәрселерді, сондағы ата-анамыздың ақылын, үйдің жылуын, шынайы өмірдің сынақтарын естен шығарып алуымыз мүмкін. Бүгін біз әке мен баланың арасындағы шынайы әңгімеге куә боламыз. Бұл өмірлік сабақтарға толы хат достар. Оны тыңдаған соң мүмкін сіздер де ойланып қаларсыздар. Және де тіпті ата-аналарыңызға хабарласқыларыңыз келіп қалады. Сондықтан кәне достар, біздің бағдарламаны бастап кетейік. Қымбатты ұлым. Міне, сен де ата-ананың жылы ұясынан ұшып, үлкен қалаға оқуға аттандың. Өзіңді ересек, тәуелсіз адам сезінгің келеді. Өз басымнан өткергенімдей, жаңа өмірдің қызығына еніп, туған үй туралы, анаң екеуміз туралы сирек ойлайтын шығарсың. Бізді сағынып та үлгермеген боларсың. Бірақ уақыт өте келе, өмірді таныған сайын, бәрі өзгеретін анық. Сен енді өз бетінше өмір сүріп жатырсың. Қайда бару, не істеу, кіммен араласу, не жеу, бәрін өзің шешесің. Өз тағдырының қожайының өзіңсің. Еркіндік адамға берілген ең үлкен нығметтердің бірі. Алайда, таңдау жасаудың жауапкершілігі де зор. Әрбір адам өз шешімдері үшін жауап береді. Себебі кез келген таңдаудың пайдасы да, зияны да болады. Үлкен қала сенің айналаңды қоршап тұр. Бұл қала саған түрлі мүмкіндіктер мен қызықты істер ұсынады. Алғашында бәрі қызық көрінеді. Өйткені сен үшін бәрі жаңа, бұрын сонда болмаған нәрсе. Көшедегі көлік шулары, музыка, адамдардың дауыстары, бәрі құлағына ерекше естіледі. Қала жас толқынға толы. Көркі көз тартар арулар, сәнді жігіттер, бәрі өз орнынан тапқандай. Қаланың зәулім ғимараттары, жасыл бульварлары, онымен сайбақтары сені таңғалдырмай қоймайды. Қала әдемі, көркем, бірақ сонымен қатар тынымсыз, шулы әрі қауіпті. Үлкен қалада көптеген мүмкіндіктермен қатар түрлі қауіп-қатерде бар. Тарихтан белгілі көп күнә мен азғындық үлкен қалалардан таралған. Мен саған бұл туралы неге айтып отырмын дейсің, ұлым? Күнделікті күйбен тірлікте мұны егжей-тегжейлі түсіндіріп үлгермегенім дұрыс болмапты. Ал бұл сөздерді жаныңда сақтағаның жөн. Бұл менің саған айтқан алғашқы әрі ең мәнізді өсиетім. Өз кезегінде маған да осыны менің әкем айтып кеткен. Сен университетте оқитын жолдастармен пәтер жалдап тұрып жатырсың. Дұрыс істепсің. Олар да өзің сияқты басқа жерден келген. Сондықтан сендер бір-біріңді жақсы түсініп, қолдау көрсетесіңдер. Алда сендерді талай қызықты сәттер күтіп тұр. Ең бастысы шынайы достықтың қадірін біл. Қаржыңды ақылмен жұмса, үнемде. Сенің оқуың мен тұрмысың үшін біз сиырымызды сатып, сені қолдауға тырыстық. Наңды табу оңай емес. Қаражаттың қадірін біл. Әр тиын маңдай термен келеді. Сен оқып жүргенде біреу сен үшін еңбек етіп жүр. Ал ертең өзің жұмыс істегенде, осыны ұмытпа. Анаң екеуміз әр күні сен үшін жаратқанға дұға етеміз. Біз сені сағынамыз. Сенен де артық уайымдаймыз. Қызық, қағазға жазу арқылы адамның 100% айта алмайтын нәрселерін жеткізуге болады екен. Осы хатты жазып отырып, түн ұйқымды 4 бөлдім. Сенің қалай ұйықтап жатқаныңды ойладым. Бұл өз үйінен алғаш рет алысқа кеткен ұлыма жазған алғашқы хатым. Осы хат саған өмір бойы серік болсын. Сақта, қайталап оқып жүр. Білемін, жастар ата-ананың өсиетіне кейде немқұрайлы қарайды. Сіздер біз сияқты көріп, сезіне алмайсыздар деп ойлайды. Бәлкім солай да шығар. Мүмкін бұл хатты оқып бір шетке қойып қою мүмкін. Әрі қарай өмірімен айналысарсың. Бірақ бір күн келеді. Сол кезде сен осы өсиеттерді есіне аласың. Әкем дұрыс айтыпты деп, өзіне өзің мойындайсың. Сол кезде осы бір үміт қалған хатты қайта тауып, оқитын боласың. Сондықтан ұлым, оны өмір бойы сақта.
саған деген шексіз сүйіспеншілікпен сенің сүйікті әкең. Мінекей достар, осындай қарапайым кеңестермен әкесі өзінің ұлына хатын жазып отыр. Осы секілді біраз хаттар бар. Сол хаттарды өткізіп алмау үшін достар, біздің бағдарламаға тіркеліңіздер, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, комментарияларға пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер де лайкты басуға ұмытпаңыздар достар. Осы секілді тақырыптар сіздерге қызығырақ болса, ол жайлы бізге хабарлап айтыңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Құдай сіздерге жар болсын. Келесі жолға дейін сау, саламатты болыңыздар.